Туған күнім ғой, қалдырмаймын. Баса бермес қара бол, ауды дөйін. Өтерейік достарым, арман үшін. Туған жердің шарабын алдырайын. Өтерейік достарым, арман үшін. Туған жердің шарабын алдырайын. Байқаймысың күн бағы абағасын. Кеттің менің күлкіммен араласып. Қырда менің бір тоям өтіп жатыр. Көңілімнен көп барам алағаша. Көкірегімде ойнайды енер сезім. Еске түсіп топ-туып үрген кезім. Анашымды тағы бір елестеттім. Туған күнің құтты болсын деген сөзің. Анашымды тағы бір күн елестеттің. Туған күнің құтты болсын деген сөзің. Тағдыр бізге бақыттың тең гүлдендей. Тосын боламын мен көргендей. Өзің жүрсің қасымда ақ бесігім. Анашымның қолымен тербелгендей. Өзің жүрсің қасымда ақ бесігім. Анашымның қолымен тербелгендей. Мен Исатай Бейсенбай Әбілқайырұлы, қазіргі уақытта үміткер ауылдық округінің әкімінің міндетін атқарушы болып жұмыс жасаймын. Адвокасов Болат Құрмашұлымен кішкентайдан бір ауылда бірге туып, 10 жыл мектеп партасын бірге бітіргенбіз. Ол ертерек біздің ауылымыздан Молодежный ауданының Қазақстан совхозына барып тұрақтап, механизаторлық қызмет атқарды. Сонда менің бар көргенім, ауылдағы контордың алдындағы құрмет тақтасында Адвокасов Болаттың ең үздік жұмыскер портреті несі бәрі ілулі тұратын. Бірге 1995-98 жылдар аралықта екеміз бірге де фермерлік жұмыс атқардық. Картоп ектік, морковь ектік, арпа бидай, мынау сондай 20 гектар жеріміз болды. Сонда Болат Құрмашұлының еңбегін мен сонда білдім. Оның адамгершілік қасиеті және еңбекқорлық, шеберлік, механизаторлық қасиетін мен сонда ғана түсіндім.
Адбақасов Болат Құрмашұлы. Ол 8 қырлы, бір сырлы азамат. Ол өнер жағынан да, ол мынау механизаторлы, ол мынау құрылыс жағынан да, ол мынау әнші композиторлық жағынан да адамға ең құрметті, жақын, ең жақын досымыз болатын. Сондықтан құрметті Болат Құрмашұлы, өзіңді осы 60 жылдық мерейтоймен құттықтап, жанұяңда тек қана қызық болсын, немере шөберелеріңді көре бер, балаларыңды өсіре бер, еңбегің жемісті бола берсін. Тойың құтты болсын.